Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Бақтыгүл. Бүгінгі видеода сіздермен қартамен осындай әдемі салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ең алдымен қартамызды салқын сумен тұз салып, жуып, жақсылап, тазалап аламыз. Содан кейін ішін сыртына қаратып, ішіндегі бездерін кесіп алып тастайсыздар. Жақсылап дұрыстап қарап аласыздар. Осындай бездері болады. Осы бездерін барлығын кесіп алып тастайсыздар. Содан кейін ыдысымызға салқын суымызды құйып, ішіне тұзымызды салып, қартамызды салып, қайнатып, қартамыз піскенше қайнатамыз. Қартамыз піскенше осылай бұрышымызды жуып, құрғатып аламыз, және де ішін бәрін тазалап аламыз. Мінекей, бұрышымызды осылай соломкалап турап алып, ыдысымызға саламыз. Және де бізге бір дана пияз қажет болады. Пиязымызды да осылай ортасынан бөліп, кесіп турап аламыз. Бәрінде осылай ыдысымызға салып, ішіне аз ғана сұйық майымызды құйып, қуырып аламыз. Мінекей, біздің қартамыз пісті. Қартамызды да ортасынан кесіп, соломкалап турап аламыз. Соломкалап турап алған қартамызды осылай таза ыдысымызға салып, үстіне қуырылған бұрышымызбен пиязымызды саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Және де үстіне бір шай қасық паприка саламыз. Және үстіне бір шай қасық тұз салатын боламыз. Тұзды өздеріңіз керегінше дәміне қарай саласыздар. Және бір ас қасық соевый соус құямыз. Мен көзбен осы жерде құйдым. Және де дайын осындай сәбіз салатын қосқан болатынмын. Бәрін жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай бәрін жақсылап араластырып аласыздар. Және де бір тісше сарымсақты осылай чоркадан өткізіп қосып жібердім. Мінекей, енді біздің салатымыз дайын болды. Тез әрі оңай салаттардың бірі. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Ал біздерге ас болсын.